Сәлем, мен Әбекемін. Бүгін біз Айдаһар мен оның сиқыры деген ертегіні білеміз. Биік тауда кішкентай Айдаһар өмір сүрді. Оның ағалары үлкен болды. Олар от шашқанда Айдаһар тіпті ұшқын да шығара алмайтын. Бәрі оны мазақтап, ол қатты мұңая. Бірде тауға қатал қыз келді. Үлкен Айдаһарлар тоңып, ойындағы оттары сөніп қалды. Ал біздің кішкентай Айдаһар отбасын құтқарғысы келді, бірақ амал таппады. Қызықты дерек, Айдаһарлар тоңған кезде олар от шығара алмайды. Айдаһардың досы болды кішкентай қыз. Ол оған көмекке ұшып келді. Оңайма деді, мен саған көмектесемін. Айдаһар сенбесе де үмітін үзбеді. Қыз оның мұрнын қытықтады. Бір уақытта Айдаһардың мұрны жыбырлап, Айдаһар пички деп түшкіріп қалғанда, аузынан лапылдаған от шықты. Ол от шығаруды үйренді. Кішкентай Айдаһар бірден барлық туыстарына барып, апчи деп бәрін жылытты. От шығарды. Айдаһарлар таң қалып, ой рахмет, сен біздің батырымсың деп риза болды. Айдаһар түсінді, ең бастысы мықты, үлкен болу емес, мейірімді жүрек пен қатал дос керек. Нағыз батырлық достықтан басталады. Теңгермен болған Әбеке, қараңдаршы, менің де мұрным жыбырлап кетті. От шыға ма екен? Сау болыңыздар, тез-тез маған жазылып, лайк басыңыз.